Қайырлы күн, менің оқырмандарым. Бүгін біз сіздермен осындай рулет секілді болып шығатын шығыс тәттісін сіздермен бірге дайындайтын боламыз. Сол үшін де видеоны соңына дейін қарап отырыңыздар. Бізге керекті ингредиенттерді айта кетсек, қамыры үшін ұн, қаймақ, сары май, жұмыртқаның сарыуызы, ванильді қант, қопсытқыш, содан соң салмасы үшін қант, жұмыртқаның ақуызы және грек жаңғағы және кептірілген өрік және мейіз керек болады. Ең алдымен біз қатты сары майымызды осылай майдалап турап аламыз да, ұнның үстіне салып, қолымызбен жақсылап тұрып ұнтақ жасайтын боламыз. Бұл жерде сары майды үккіштен өткізіп салсаңыздар да болады, бірақ та осылай турап салған өте тиімді. Міне бізде осындай ұнтақ пайда болуы керек, ұн мен сары май жақсылап бірігуі керек. Ендігі кезекте қаймақтың үстіне ванильді қантты, қопсытқышты және сарыуызды салып, барлығын жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Құрметті оқырман, егер де сіз менің каналыма алғаш рет келіп отырсаңыз, міндетті түрде жоғалтып алмас үшін тіркеліп алыңыз. Өйткені менің каналымда өте оңай әрі бір жасағаннан дайындалатын қарапайым рецепттер өте көп, сол үшін жазылып алыңыз. Міне бізде осындай сұйық масса пайда болады. Енді жаңағы ұнтағымыздың үстіне осы массаны құямыз да жақсылап осындай күрекшенің көмегімен араластыратын боламыз. Бізде қарасаңыздар көлемі ұлғайды, өйткені қаймақ пен қамыр қопсытқыш қосылған соң реакция жүреді. Сол үшін тез араластырып құйып қамыр илейтін боламыз. Бірінші осындай күрекшенің көмегімен илеп алған дұрыс, өте ыңғайлы. Қамырымыздың басы біріге бастағанда күрекшенің көмегімен емес, енді қолымыздың көмегімен жалғастырамыз. Жақсылап тұрып әдемі қамыр илеуіміз керек. Міне бізде осындай бір келкі ешқандай қолға, ыдысқа жабыспайтын әдемі қамыр пайда болады. Енді бұл қамырымызды целлофанға саламыз да, тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа бір 10-15 минутқа салып қоямыз. Біз қазір салмасын дайындаймыз, соған дейін тұруы керек. Енді біз рулетіміздің салмасына кірісеміз. Ол үшін осындай кептірілген өрікті және мейізді жақсылап жуып кептіріп аламыз да. Енді барлығын бірінші соломкалап турап аламыз, яғни ұзыншалап, содан соң төртбұрышты, яғни кубиктарға бөліп, әдемілеп майдалап тураймыз. Егер де сіздерге кептірілген өрік, мейіз секілді заттар ұнамаса, оның орнына тек қана жаңғақты қоссаңыздар болады, бірақ та рулет ол кезде қатты дәмді болады деп айта алмаймын. Сол үшін міндетті түрде осы үшеуін қосыңыздар. Сол кезде рулеттің дәмі ерекше күшті шығыстың дәмі болып, әдем болып тұрады. Келесі кезекте мейізді де тура солай төртбұрышты майдалап турап шығамыз. Құрметті оқырман, егер де сіз кешкі асқа не жасайтыныңызды білмей жүрсеңіз, немесе самсаның рецептін білмесеңіз, немесе торттың деген секілді, менің каналымнан кіріп қарасаңыздар болады. Мен сіздерге ыңғайлы болу үшін барлығын плейлист бөліміне әртүрлі етіп жинап қойғанмын. Сол жерден кіріп қарап жасай берсеңіздер болады. Барлығы қарапайым және оңай дайындалады. Енді мейізімізді турап болғаннан соң грек жаңғағында барлығын тура осылай майдалап турап шығамыз. Енді бұл заттарымызды шетке қойып қоямыз да, құрғақ таза ыдысымызға жұмыртқаның ақуызын саламыз. Енді бұны миксердің көмегімен шайқап араластыратын боламыз. Миксеріміздің венчігінде таза, ешқандай су, май тимеуі керек. Енді осылай миксердің жай жылдамдығынан бастап араластырып бастаймыз. Содан соң осылай қантты шетінен сала отырып, тоқтатпай миксердің көмегімен араластырамыз. 1-2 минут өткен сайын жылдамдығын арттыра отырып, жақсылап араластырып отырыңыздар. Біздегі қант толықтай еруі керек, шамамен бір 5-6 немесе 7 минуттай толықтай шайқаймыз. Міне біздің жұмыртқаның ақуызының консистенциясы осындай қою болу керек, тіпті ыдысты төңкергенде ағып кетпейтіндей формасын ұстап тұруы керек. Енді осы жұмыртқаның ақуызының үстіне жаңағы кептірілген мейіз жаңғақтарымыздың барлығын салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз.
Өте ұзақ араластырмай ақ қойыңыздар, өйткені біздің жұмыртқаның ақуызының көлемі басылып қалуы мүмкін. Сол үшін тез араластырамыз да енді қамырымызды жаюға кірісетін боламыз. Салмасы осымен дайын. Қамырымызды тоңазытқыштан шығарамыз да енді бөліктерге бөлетін боламыз. Целлофаннан шығарған соң осылай қолымыздың көмегімен біркелкі етіп созып сопақ етіп шығамыз. Өйткені қазір біздің қамырымызды бөліктерге бөлеміз, сол кезде ыңғайлы болу үшін. Рулеттеріміздің барлығы бірдей болу үшін бірдей етіп осындай тарасының көмегімен бөлеміз. Мен бүгін 3 бөлікке бөлемін. Әрқайсысы 300 граммнан болады. Егерде рулеттеріңіз кішкентай болғанын қаласаңыздар, яғни майда көп болғанын қаласаңыздар, 5 бөлікке де бөлуге болады. Бірақ та мен бүгін орташа рулеттен 3-ге бөлдім. 3-ге бөлгеннен соң осылай барлығын дөңгелектеп шығамыз. Енді осы әр дөңгелекті жаюға кірісеміз. Кішкене ұн қоса отырып жайыңыздар, бірақ тым көп ұн қосуға болмайды, өйткені қатты құрғап кетуі мүмкін. Жақсылап осындай оқтаудың көмегімен барынша 4 бұрышты етіп жаюға тырысыңыздар. Өйткені қазір 4 бұрышты етіп жайсақ, біздің рулетті жинауға оңай болады. Міне біз бірінші қамырды жайып алдық. Осындай жұп-жұқа болып шығуы керек. Енді жаңағы дайындап алған салмамызды көз мөлшермен 3-ге бөлеміз де, яғни 3 қамырға да жетуі керек. Осылай 3-ге бөліп салып аламыз да, жақсылап қатты шетіне шығармай, шетіне бір 5-6 см жеткізбейтіндей етіп жайып шығамыз. Осылай біркелкі етіп жайып алдық. Енді рулетімізді орауға кірісеміз. Ол үшін екі жағын осылай жауып аламыз да рулетімізді орауға кірісеміз. Осылай әдемі етіп өте мұқият ораймыз. Рулетімізді орап алғаннан соң осылай қолымыздың көмегімен кішкене үстін басып жіберіп, кішкене ғана созамыз. Енді қалған екі қамырдан да тура осылай рулеттер жасап алып, пергаменттің үстіне орналастырамыз. Енді рулетіміздің түрі әдемі болу үшін осылай пышақтың көмегімен бетін кішкене ғана тіліп кесіп жібереміз. Қатты үлкен етіп кесудің қажеті жоқ. Кішкене ішіне бір жағынан ауа кіріп әдемі болып пісу үшін осылай кесу міндетті. Рулеттерімізді толықтай қызып тұрған пеште 180 градуста бір 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Өте тез піседі, сондықтан қарап тұрыңыздар. Міне осымен біздің рулеттеріміз дайын. Қараңыздаршы, әдемі болып піскен, ішкі құрылысы да әдемі болып көрініп тұр. Енді одан әрі дәмді, әрі әдемі болу үшін бетіне қант ұнтағын осылай әдемілеп сеуеміз де, енді шай қойып шаймен іше берсек болады. Рулет өте қытырлақ, әдемі болып, үгітілмелі болып, күшті болып шығады, әрі ішіндегі начинкасымен күшті үйлесім болады. Даусының өзі күшті болып қытырлап тұр. Міндетті түрде барлығыңыз дайындап, әдемі шай ішіп алыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Раушан.